Musa aleyhissalam uақытында дағы екі адам мақтан отырады дейді. Менің ата тегім шындай, бартың мынандай деп тұрып, 9 атасын санап беріп қойды дейді. Баяғы жерде ше. Ошонда Аллах Таала Musa алейхиссаламға хабар берді дейді. Musa, сен тиги кишиге айтып қой, ошо 9 атасындағы тозаққа түшеді, ал 10-шысы ол алда тозаққа түшеді деді. Баяғы жерде. Қарасаң, ата тек менен сыймықтану емес бұл жерде. Не? Сен өзің менен, Аллах Таалаға жаққан істі қылып атасың, ошон менен сыймықтанышың керек екен да. Баяғы жерде. Анан сыймықтана тұрған бала тарбиялашың керек екен да. Баяғы жерде. Жаңағы мен айтады ғой, бір баланы атасы, сен адам болбойсың дей береді екен да постоянно. Анан bir күн баласы әкім болып қалыптыр дейді. Әкім болып қалыптыр дағын бар, атамды алып келе дептір. Мындай креслода чалқалап бұтын ұшқаштырып алған дейді. Келіңіз ата, адам болбайды дедіңіз еле, мына мен әкім болдым, көрдіңіз бе деген екен, балам, айыбан бойдан қалған тұрбайсың ба, адам болсаң өзің барбай белең менің жаныма деп айтты. Көрбейсіңдер бе? Демек, бұл жерде ошо текебердик деген нәрсени биз сындырыш керек. Ал ешқашан жақшылыққа алып барбайды.